Қадірін қашып, ешкім сыйламай жүрсе, өкпелеп өмірге ренжудің қажеті жоқ. Себебі адамдар сені емес, сенің өз-өзіңе деген құрметіңді көреді. Өзін бағаламаған жанды ешкім бағаламайды. Қадірің кетіп, сөзің өтпей қалса, айқайлап дәлелдеуге тырыспа. Үнсіздік кейде мың сөзден артық. Сенің орныңды түсінбеген адамға уақытыңды жұмсау өзіңді жоғалту. Адам қадірі сұраныста емес, сапада. Сені көп адам емес, дұрыс адам сыйласа, сол жеткілікті. Өзіңді арзан етпе, сонда сенің бағаң өседі. Ешкім сыйламай жүрсе, алдымен өз ортаңа қара. Құстың қандай екенін ұшқан тобынан таниды. Қадіріңді білмейтін жерде қалу өз-өзіңе жасалған қиянат. Қадірің кеткен жерде махаббат та, достық та ұзақ тұрмайды. Себебі құрмет жоқ жерде шын сезім болмайды. Ондай жерден үнсіз кету ең үлкен жеңіс. Сені бағаламаған адамдарға өз құндылығыңды дәлелдеудің қажеті жоқ. Алтын ешқашан темірге өз бағасын түсіндірмейді. Қадірің қашқан сәт өзіңді қайта табатын уақыт. Бұл құлау емес, қайта көтерілуге берілген мүмкіндік. Ешкім сыйламай жүрсе, ренжіме. Бұл сенің жаман екенің емес, сен тұрған ортаның тар екенін білдіреді. Адамның қадірі басқалардың сөзімен емес, өзіңнің таңдаған жолыңмен өлшенеді. Сен дұрыс жолда болсаң, бір күні бәрі өз орнына келеді. Қадіріңді білмегендерге жүрегіңді берме, өйткені бағаланбаған жүрек бір күні тасқа айналады. Адамның қадірі оның атақ даңқымен, байлығымен немесе қолындағы билігімен өлшенбейді. Нағыз қадір адамның жүрегіндегі мейірімінде, сөзі мен ісінің бірлігінде, өзгеге деген құрметінде. Кімде-кім өзгені төмендетпей, өзін де асыра мақтамай өмір сүрсе, сол адамның қадірі биік болады. Өйткені адамды адам ететін оның ішкі тазалығы мен адалдығы. Адамның қадірі ол қандай жағдайда да адам болып қалуында. Бай болса да кішіпейіл, кедей болса да сабырлы. Ашулы кезде де әділ бола білу үлкен қасиет. Өмірде бәрі өзгеруі мүмкін, бірақ адамның ішкі болмысы мен ар ұяты өзгермесе, оның қадірі ешқашан төмендемейді. Кей адамдар өз қадірін басқалардан артық көріну арқылы іздейді. Ал шын мәнінде қадір үнсіздікте, қарапайымдылықта, сабырда жатады. Өзін жоғары көрсетуге тырысқан адам емес, өз орнын білетін адам қадірлі. Өйткені шынайы қадір сыртқы көрініс емес, ішкі мәдениет. Адамның қадірі оның сөзінде. Жылы сөз айтқан адам жүректерді емдейді, ал ауыр сөз айтқан адам жүректерді жаралайды. Сондықтан әрбір айтылған сөз адамның беделін қалыптастырады. Сөзін өлшеп сөйлеген адам өз қадірін сақтай білген адам. Адамның қадірі оның өзгеге жасаған жақсылығында. Жақсылық жасаған сайын адам биіктей түседі, ал реніш пен жамандық адамды төмендетеді. Өмірдің заңы сол.
бергенің өзіңе қайтады. Сондықтан қадірлі болғың келсе, алдымен өзгені қадірле.